көшесінен. Құрақ деген ескіден келе жатқан дәстүріміз. Құрақты адамдар төрге құрайды. Ағайындар ауызбіршілікті болсын, бір-бірімен жақын болсын, құралы болсын деп келіншектерге құрайды. Міне қызым, сен істеп көр болсын. Елінде құралсын деп, балалы шағалы болсын, көп болсын. Жастар құралсын, балалы шағалы болсын деп ескіден келе жатқан дәстүріміз бұл. Құрақ ішіне мақта саламыз. Мынандай болады. Бұл құрақ болды. Енді қызымызға көрпеше жасаймыз. Сосын мынандай құрақ құраймыз. Міне, мынау қыз балдар киетін, басына киетін мынандай мына жеріне үкі тағып, мынандай жылтырақтар салып үстіне әдемі қылып қыз балдар тағатын болған. Қандай әдемі болады біздің инабатымыз. Қазір осыны тігеміз. Жаңағы тіккен көрпешені біздің инабат қыз міне. Енді инабат мақтасын салатқан қандай әдемі көрпеше болды. Ашып ана ішін. Мынаны ішін ашып саламыз. Ішіне көп сал. Мынау тоңбайы керек. Мынау тоңбайы отырғанда әдемі көрінеді. Мына жерін енді иінеменен көптеп қоямыз ішке қарап. Сен тіге аласың ба? Тіккен кел. Істеп көр. Біздің инабат қыз бәрін жасайды, бәрін істейді. Молодец. Осы кезден бастап үйрену керек қыз бала деген. Ой, молодец, молодец. Енді мына жерден ал. Бұнымыз жабылды. Әдемі. Енді қайшымен қиып аламыз. Енені жайына қоямыз. Әдемі болды. Инабат қыз мынандай көрпеше тікті міне.